Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы бұл кім? Тема урока «Кто это?». Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Первое задание. Послушай, повтори, поговори по образцу. Бұл кім? Кто это? Бұл Әсет. Это Әсет. Бұл менің інім. Это мой младший брат. Үлгі бойынша сөйлесейік. Давайте поговорим по образцу. Бұл кім? Кто это? Бұл менің атам. Это мой дедушка. Бұл менің әжем. Это моя бабушка. Бұл менің әкем. Это мой папа. Бұл менің анам. Это моя мама. Бұл менің әпкем. Это моя старшая сестра. Бұл менің ағам. Это мой старший брат. Бұл менің інім. Это мой младший брат. Есте сақта, запомни. Менің атам, мой дедушка. Менің әжем, моя бабушка. Менің әкем, мой папа. Менің анам, моя мама. Менің ағам, мой старший брат. Менің әпкем, моя старшая сестра. Менің інім, мой младший брат. Менің қарындасым, моя младшая сестра. Менің сіңілім, моя младшая сестра. Бұл менің сіңілім. Это моя младшая сестра. Так говорят девочки. Бұл менің қарындасым. Это моя младшая сестра. Так говорят мальчики. Екінші тапсырма. Толықтырып айт. Второе задание. Нужно дополнить. Ата. Менің атам. Мой дедушка. Менің әже. Менің әке. Менің ана. Менің аға. Менің әпке. Менің іні. Менің қарындас. Менің сіңілі. Нужно дополнить. Үшінші тапсырма. Үлгі бойынша айт. Третье задание. Поговори по образцу. Бұл менің анам. Это моя мама. Оның аты Маржан. Ее зовут Маржан. Төртінші тапсырма. Тыңда. Үлгі бойынша сөйлес. Четвертое задание. Послушай. Поговори по образцу. Салем, привет. Салем, привет. Бұл кім? Кто это? Бұл менің інім. Это мой младший брат. Оның аты кім? Как его зовут? Оның аты Қанат. Его зовут Қанат. Сабақ бітті. Сау болыңдар, балалар. Урок закончился. До свидания, дети.